Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге екі ғана заттан тұратын, тәбетті ашатын, дастарханның көркі болатын корей салатын бірге әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ең алдымен қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Бізге қияр мен сәбіз қажет. Жақсылап жуып тазалап қоямыз. Содан соң қиярдың екі шетін алып тастап, дәл видеодағыдай соломка қылып турайтын боламыз. Егер қиярларыңыз үлкен болған жағдайда үшке бөліп, содан кейін ғана барып соломка қылып тураймыз. Мінекей барлығын осылай турап алдық. Енді қиярды бөлек ыдысқа салып, алдын ала осылай дайындап аламыз. Екінші кезекте ашылған сәбізімізді осылай терканың көмегімен ұзынша қылып теркадан өткізіп алатын боламыз. Сонда біздің сәбіздеріміз ірі, әдемі болып көрінетін болады. Мінекей барлығын дәл видеодағыдай осылай дайындап алдық. Енді сарымсақты турайтын боламыз. Барынша ұсақтау қылып, майдалап тураңыздар. Немесе теркадан өткізіп, ұсақ теркадан өткізіп алсаңыздар да болады. Барлығын осылай турап алдым. Енді үлкен ыдысқа алып алдымен қиярды саламыз. Содан соң үстіне сәбізді саламыз және сарымсақты салып аламыз. Қалауларыңыз бойынша осындай пиязды, көк пиязды қоссаңыздар болады, ерекше дәм береді. Енді үстіне татымына қарай тұзымызды саламыз және уксусты қоямыз және соевый соусты құйып алатын боламыз. Енді қызып тұрған майымызды алдын ала қыздырып алып, үстіне паприка және қызыл ащы бұрышты қосып, жақсылап қыздырып аламыз. Мейлінше қатты қыздырып алыңыздар, қайнап кетпесін. Қайнаса дәмі бұзылып кетеді, сондықтан осылай барлығын қыздырып, жаңағы сәбізбен қиярдың үстіне құйып, барлығын біркелкі қылып араластырып алатын боламыз. Және достар, осы араласқан күйінде бір түнге қалдырсаңыздар, дәмі тіптен керемет болады. Неғұрлым көп тұрса, біздің салатымыз соғұрлым дәмі бір-біріне сіңіп, керемет болып шығатын болады. Дайын болған салатымызды дастарханға ұсына берсек болады. Құрамындағы заттарын толықтай описание бөліміне қалдырдым, төменнен қарасаңыздар болады. Мінекей достар, біздің салатымыз дайын. Міндетті түрде дәл осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Нұрия Амангелді. Арнама тіркеліп қойып, қазақша контентті қолдап, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар.